Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте қатпарлы әрі дәмді болып шығатын самсалардың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Мінекей видеода өздеріңіз естігендей самсаларымыз болып шығады. Бір жыл болды самсаларымыз содан бері самсаларым рецеппен мінсіз шығарып болды. Шештім. Ең әуелі бөлме температурасындағы жылы суымызға жарты шай қасық тұзымызды жақсылап сала отыра араластырамыз. Содан соң електен өткізілген ұнымызды жаңағы араластырған тұзбен суымыздың үстіне сала отыра оны да араластырамыз. Араластырып болған соң жарты шай қасықтың ұшымен толтырмай ас содасын жанай одан соң қамыр қопсытқышымызды да дәл солай салып ұнымызды қосылған манағы массаларымызды араластырып аламыз. Араластырып болған соң жаңағы массамыздың үстіне електен өткізіп дәл осылай, бұл жерде менде барлығы електен өткізілгеннен соң осылай табамызда салынып тұрды. Електен өткізіп отырып сіздер салсаңыздар болады. Барлық ұнды салып осылай қамырымызды елеп аламыз. Бұл жерде шамамен менде 470-480 граммдай ұн кетті. Яғни әр ұнның тығыздығы әрқалай, сондықтан да әркімде әрқандай мөлшерде кетуі мүмкін. Дәл осылай қолдың көмегімен асықпай қамырымызды илеп аламыз. Егер қолға жабысқақ қамыр пайда болса, тағы да ұнымызды аз мөлшерде сала отыра қамырымызды илейміз. Мінекей осындай жұмсақ, сәл қолға жабыспайтындай қамыр пайда болды. Қамыр пайда болу керек. Қамырымыз жақсылап басып, илеп, иін қандыру қоямыз. Бетін жауып 10 минутқа тындыруға жібереміз. Сол аралықта қамырымыз тынып болады. Тынған қамырды дәл осылай оқтаудың көмегімен дөңгелек қылып жая бастаймыз. Бұл жерде менде кескенде 3 қамыр шықты, ал сіздерде әрқалай шығуы мүмкін. Осы 3 қамырды бірінен соң бірін дөңгелек қылып жайып аламыз асықпай. Дәл осылай бетіне бір теп-тегіс қылып 3 қамырды осылай үлкен дөңгелек көлемде асықпай жайып аламыз. Бұл жерде мен 82,5% сармайды қолдандым. Самсамыздың ортасына жағатын майымызды ерітетін боламыз. Сармай 72%-дан төмен болмауы керек. 82% болса тіпті жақсы болып кетеді. Себебі маргарин, басқа да 60% майлар сіздің самсамыздың қатпарлы болмауы тиіс. Дәл осылай майды ерітіп аламыз. Майдың согынан шығып, жақсы ерігеннен кейін 3 қамырымызды алма-кезек жая отыра орталарына ерілген майымызды жағамыз. Бұл жерде маған қолмен жаққан өте ыңғайлы болды. Бұл жерде мен самсаны үйге жасап жатқандықтан. Ал сіздер өздеріңіздің қалауыңызша қолдарыңызға қолғап киіп, перчатка киіп дәл осылай жайсаңыздар болады. Осылай қамырымызды мешоқтың көмегіне мешоққа салып алып, тоңазытқышымызға болмаса морозилкаға салып 1 сағат, 2 сағат көлемінде қатырып алсаңыздар болады. Қатқан қамырды дәл осылай тоңазытқыштан, мұздатқыштан шығарып, дәл осылай кесіп аламыз. Кесілген қамырды қолдың көмегімен доңғалақтап жая отыра қамырымызды илейміз. Бұл жерде қамырымыздың салмасына маған тауықтың төс еті және картоп, сәбіз жуамыз кетті. Оның үстіне қара бұрыш, тұз және де дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Бұл жерде менде тек қана тұз қосылды, ал сіздер өз қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Қамырымызды доңғалақтай отырып, ешқандай кукурузный, жүгері крахмалынсыз, картоп крахмалынсыз, ұнсыз да тек оқтаудың көмегімен ыса отырып, ортасына салмамызды сала отырып, капля көлемі бойынша жасауға болады, болмаса осылай 3 бұрышта самсаның көлемінде жасауға болады. Бұл жерде мен 2 түрінен де 3 түрінен де жасадым, яғни алдымен
үш бұрышты самсаның өз формасында жасадым. Содан соң бізде капля тамшы формасында да жасауға болады. Бұл жерде мен тамшы формасында жасадым. Тамшы формасында да самсамыз өте жақсы, ешқандай жыртылмай жақсы пісіп шығады. Толықтай осылай самсаларымыз жасалып болған соң қызып тұрған пеште бетіне жұмыртқаның сарысын жаға отыра пісіріп аламыз. Самсаларымыз дәл осылай тәтті күйінде шығады, ас болсын.